Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Құрметті ағайын, сүйінші жаңалық. Сонымен жаңадан сайланып жатқан Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің алдында ел үкіметі отставкаға кетті. Толық өкілеттілігін доғарды. Қазақстан Республикасы Конституциясының 70 бабының 1 тармағына Қазақстан Республикасының үкіметі туралы Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының 4 бабына сәйкес жаңадан сайланған парламент мәжілісінің алдында республика үкіметінің өкілеттілігін доғаруына байланысты қаулы етіледі. Біріншіден, Қазақстан Республикасы үкіметінің жаңа құрамы бекітілгенге дейін үкімет өз міндеттерін уақытша атқарады. Осы жарлыққа қойылған күннен бастап қолданысқа енгізіледі деген президент жарлығында. Айта кетсек, бұдан бұрын еліміздегі үкіметті басқарып келген Әлихан Смайыловтың министрлер кабинеті өз жұмыстарын лайықты түрде атқара алмағаны үшін президент Тоқаевтан, депутаттардан, сондай-ақ қоғам белсенділерінен және халықтың көңілінен мүлдем шықпаған болатын. Ел экономикасы бұрын соңды болмаған деңгейге дейін рекордтық көрсеткіштерді көрсетіп жатыр. Бағаның қымбаттауы, одан бөлек инфляциясы бар. Жалпы ел үкіметі доғарысқа бүгін емес, бұның алдындағы жылы кету керек болатын. Қалай ойлайсыз? Үкіметті қайта жасақтау кезінде жаңа кадрлар көре аламыз ба? Төмендегі комментарийге пікір қалдырыңыз, каналға жазылып қолдау білдіруді ұмытпаңыз.